Ақылды мысал. Қолыңнан келетінін білгенмін. Ал жақсы, Клара. Сен жоғарыда билеудің орнына неге мені бұл жерде іздеп жүрсің? Бір нәрсе көрсетейін дегем. Міне. Бұл нәрсені көрмегелі талай жыл болды. Мен бұны жастайынан жетім қалған, осында тұруға келген бір ақылды қызға жасап бергенмін. Апама? Ол алғаш осында келгенде өте тұйық қыз еді. Күні түні әртүрлі кітап оқып, бөлмесінен тіпті шықпайтын еді. Сөйтіп, сіз не істедіңіз? Оған мынаны жасап бердім. Уақыт өте маған сене бастады. Ал ең бастысы өз-өзіне. Ал енді мұны саған беріпті. Кілтін қалдырмаған. Апаңды сағынған шығарсың. Мен оны жақсы түсінем. Әкеңнің де қатты қиналып жүргені анық. Әкем тек абыройын ғана ойлайды. Жоқ. Менің білуімше, оған да оңай тиіп жүрген жоқ. Есіңде болсын. Кей құлыптарды ашу қиынырақ. Ал мынаны ашу тіпті қиын ба деп қорқамын. Цилиндрлы құлып. Білем. Ашып көрдім. Уақыт болды. Міне, сен жоғарыға бар. Мен қазір келем.